Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен өзім үйде жасайтын осы шелпектің рецептіменен сіздермен бөлісетін боламын. Бізге шелпекті ашытып алу үшін алдыменен жылы сүт керек. Жылы сүтімізді құйып аламыз. Сосын жылы кішкене су құямыз үстіне. Одан кейін дәміне қарай тұзымызды, қантымызды саламыз. Осыны жақсылап араластырып езіп аламыз да дәмін көреміз. Дәмі қандай керемет болып шығу керек. Сонда шелпегіміз өте дәмді болып шығады. Енді осыған қаймағымызды саламыз, 1-2 қасық. Енді біздің бәрі суымыз, сүтіміз құйғанымыз дайын болды. Осыған дрож саламыз, 1 ас қасық. Ұнымызды електен өткізіп аламыз. Шелпегімізді ашып алдық. Енді осыны жылы жерге жарты сағатқа орап қойып қоямыз. Тапаға осылай майымызды құйып аламыз. Енді біздің шелпегіміз ашыды. Майымыз қызғанша енді осыны суала жасап аламыз. Кішкене ұнтақ сеуіп аламыз. Шелпектің жетеуін жасап аламыз осылай. Осылай домалақтап жолға жасап аламыз. Енді осы шелпегімізді жұқалап жайып аламыз. Майымыз қызды. Енді майымыз қызғанда осы шелпегімізді салып аламыз.